Болашақ бағдарламасының түлектері енді еш қиындықсыз жұмысқа тұра алады. Халықаралық бағдарламалар орталығы арнайы жоба әзірлеуге көшті. Сонымен қатар қазірдің өзінде 70-тен астам компаниямен ынтымақтастық туралы келісімдерге қол қойылды. Бұл да шетелден білім алып, отанына оралған жас маманды тез арада жұмысқа орналастыруға көмек болмақ. Дархан Абдуахит әңгімелейді. Оқуын аяқтап елге оралған Ержан Темірболатовқа жұмыс бірден табыла қойған жоқ. Оңтүстік Кореяда ғарыш саласы бойынша білім алып келген жас маманның жұмысқа тұруына халықаралық бағдарламалар орталығы көмектесті. По приезду на родину я начал искать работу. Елге келгеннен кейін жұмысты өзім іздеуді бастадым. Ғарыш саласының маманы болған соң тез арада қызметке орналасып кете алмадым. Кейін жұмысқа орналасуыма болашақ орталығы қолдау көрсетті. 2010 жылы болашақ бағдарламасы бойынша 1240 адам оқуын аяқтап елге оралды. Биыл тағы да 1000-нан астам түлек келеді. Оларды жұмысқа орналастыру өзекті мәселеге айналды. Сол үшін халықаралық бағдарламалар орталығы арнайы жоба әзірлейді. Келесі жылдан бастап әр мемлекеттік орган, ұлттық компания, жалпы ірі жұмыс беруші өзінің мақсатты бір тобын дайындап бізге білім министрлігіне тапсырады. Сол мақсатты тапсырыс бойынша кадрлар даярлап, сол жұмыс берушіге қайтарып береміз біз. Жас мамандарды жұмысқа орналастырудың тағы бір тиімді жолы бар. Саясат Нұрбектің айтуынша, орталық стипендия иегері және жұмыс беруші алдын ала келісімге келеді. Оқуға кеткен маманға компания сырттай иелік етеді, оған бағыт-бағдар беріп отырады. Ал қайтып келгеннен кейін жұмыс беруші оның міндеті осы стипендия иегерінің жұмысқа алады өзіне. Ең басынан өз-өзіме кадрлар дайындау, өзінің сондай кешенді бірнеше саттан тұрған кадрлық саясаты болу әр компанияға тиіс, яғни қажеттілік қазіргі таңда. Дархан Абдуахит, Еркебұлан Құрманғалиев, Хабар агенттігі.